Ішіп жеген асымыз ағзамызда қалдық қалдырады. Ал ағзамызды тазартпасақ, түрлі ауруға әкеліп соқтырады. Бірінші миндаль, оның құрамында қандағы қант мөлшерін қалыпты ұстауға көмектесетін кальций, магний, ақуыз көп. Ал миндаль құрамындағы май ағзадан холестеринді шығарып, ішек жолдарының жұмысын жақсартуға көмек болады. Екінші авокадо. Ол холестерин мөлшерін азайтып, қан тамырларын кеңейтеді. Құрамындағы глютатион 30 түрлі канцерогендердің, организмде қатерлі ісік ауруларын және қатерсіз ісіктерді туғызушы химиялық қосылыстар жолын кеседі. Үшінші қызылша. Минералдарға бай қызылша инфекциямен жақсы күреседі. Сонымен қатар қан құрамы мен бауырды тазалайды. Аңызға сенсек, Афродита әдемілігін сақтап қалу үшін қызылша жеген көрінеді. Төртінші көкжидек. Оның құрамында ауру сезімін жоятын табиғи аспирин бар. Сонымен қатар көкжидек антибиотиктер сияқты қуық жолдарындағы бактерияларға қарсы тұрып, инфекция таралуына кедергі жасайды. Бесінші орамжапырақ. Оның құрамындағы көптеген антиоксиданттар бауырға қауіпті заттардан арылуға көмектеседі. Сонымен бірге, ол ішектің қозғалыс функциясын арттырып, ас қорыту жүйесін тазартады. Темекі түтінінің зиянын азайтады. Алтыншы мүкжидек. Ол антибиотик, әрі вирусқа қарсы дәрілердің рөлін атқарады. Қуық жолдарын түрлі бактериялардан тазартады. Жетінші зығыр дәні мен майы. Олар омега-3 қышқылына бай. Демек, ағзаға таптырмас тазарту құралы болып саналады. Сонымен қатар, зығыр дәні мен майы ми жұмысын жақсартады. Сегізінші сарымсақ. Ол қауіпті бактериялар мен паразиттерді, қандағы, ішкі органдар мен тыныс жолдарындағы вирустарды жояды. Артериалды қысымды түсіреді. Тоғызыншы бұршақ тұқымдастар үрме бұршақ, жасымық, ноқат, өзге де бұршақтар холестерин мөлшерін төмендетеді. Ішек жолдарын тазартып, қан құрамындағы қант мөлшерін қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар ағзаны онкологиялық аурулардан қорғайды.